Енді мына видеода қыздар, мына жерде сіздерге мына қарама-қарсы тұрған оюды көрсеткім келіп тұр. Бұл жерде 6 бисер және бір төрттік таспен тігіп бастаймыз. Міне көріп тұрғаныңыздай тасқа жетпей тігіп бастаймыз. Және үшінші бисердің жанынан инені үстіңгі жағынан шығарып, видеода көріп тұрғаныңыздай арасына бір 1 мм, 2 мм қалдырып тігіп бастаймыз. Ортасынан шығарып, инені үстіңгі жағынан аласыз. Сол кезде өрім болып, әдемі болып шығады. Осылай тізбектеп, бисермен, таспен әрлеп, көріп тұрғаныңыздай оюды тігіп бастаймыз. Егер көз өлшеміңізбен қиындау болып тұрса, қасындағы хрусталь тастардан стразный лентаның 2 тасын арасына салып, арасына инені шығарып, үстіңгі жағынан шығарып, осылай өрім тәсілімен осы тігісті тігіп шығамыз. Міне көріп тұрғаныңыздай лескі жіпті ұстап отырып тіксеңіз байланып қалмайды. Осылай тартып нық қылдырып тіксеңіз әдемі ою шығады. Осылай бірінен соң бірін тізбектеп қайталап тіге бересіз. Көріп тұрғаныңыздай стразный лентаның жанынан ине салып отырып тіксеңіз міне осындай ою шығады. Тұрғаныңыздай стразный лентаның 2 тасын аралап, примерно 1-2 мм-дей қалдырып отырасыз да, жайлап айналдырып тіге берсеңіз, осындай ою шығады. Сызылып тұрған сызықтың үстіне қалдырып тіге берсеңіз, міне осындай әдемі өрнегіңіз дайын болады. Айналып тігіп келе жатырмыз. Тастың түбіне келген кезде осылай жайлап аккуратно астынан шығарып, дәл осылай қылдырып тігіп аласыз. Сол кезде әдемі оюыңыз шығады. Аяқтап жатырмыз. Енді міне қарап тұрсаңыз, мынандай шаш өрім сияқты қылдырып шығу үшін қарама-қарсы ашық жерінен бастайсыз. Бұл жерде де бір мына сызықтың орнын жабу үшін сол цветті бисерді алып, міне осындай өрім қылдырып тігіп шықсаңыз болады. Қазір мен сізге көрсетем қалай тігілетінін. Өте оңай, бірақ өте әдемі шығады. Міне 7 бисер алып, екінші бисердің астынан тіге бастайсыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, енді бұның астыңғы жағынан алып, инені осылай салып тіксеңіз, оюыңыз әдемі шығады. Үшінші бисердің астынан шығарып, бисеріңізді тізбектеп алып, тоже 1 мм, 2 мм қалдырып отырсаңыз, осындай шаш өрім сияқты әдемі оюыңыз шығады.
бұл жерде 7 бисер көріп тұрғаныңыздай. Сізге әдейі көрсетіп жатырмын. Көрініп тұрған сияқты. Камера ала алмай жатыр. Міне 7 бисер екенін көріп тұрған шығарсыз. Ештеңе қоспайсыз, тек бисермен өзімен сызықтың бойымен жүре бересіз. Осылай асықпай жайлап жібіңізді тартып отырып тіксеңіз, әдемі осындай көрініс шығады. Кристалдың айналасын әрлеп осылай шығасыз. Міне болды. Осылай әдемі ою. Басқа да ою өрнектерге де қолдансаңыз болады. Негізінде өру техникасы деген осындай.